Қазақстанда қанша қалалар бар? Жалпы Қазақстанда қала мәртебесіне ие 90 елді мекен бар. Оның ішінде 3 қала республикалық маңызы бар, 39-ы облыстық маңызы бар, 48-і аудандық маңызға ие. Қазақстанда 3 қала халқының саны 1 миллионнан асатын қала болып есептелінеді, яғни республикалық маңызы бар ірі мегаполистер. Әрине, бірінші қала ол Астана қаласы, Қазақстан Республикасының астанасы. Халқының саны 1 миллион 400 мыңнан асады. 1997 жылы 10 желтоқсаннан бастап Астана статусына ие. Бірінші президентіміз 1998 жылы 6 мамырда Ақмола атауын Астана болып өзгертілді. Қала 6 әкімшілік бірліктен тұрады. Алматы, Сарыарқа, Есіл, Байқоңыр, Нұра, Сарайшық аудандарынан тұрады. Келесі Қазақстанның ең ірі қаласы Алматы қаласы. Халқының саны 2 миллион 200 мыңнан асады. Тянь-Шань тауларының солтүстігінде Іле-Алатау баурайында орналасқан әдемі қала. Алматы қаласы 8 ауданнан тұрады. Алатау ауданы, Алмалы ауданы, Әуезов, Бостандық, Медеу, Наурызбай, Түрксіб, Жетісу аудандарынан тұрады. Үшінші мегаполис қаламыз Шымкент қаласы. Халқының саны 1 миллион 200 мыңнан асады. Шымкент Қазақстанның негізгі өнеркәсіп, сауда және мәдени орталықтарының бірі болып табылады. Қалада мұнай өңдеу, химия, тамақ өнеркәсібі жақсы дамыған. Ұлы Жібек жолы бойында орналасқандықтан ежелден маңызды сауда нүктесі болып табылады. Алматы қаржы және мәдени орталық. Астана саяси жүрек. Шымкент оңтүстіктің жылы мегаполисі. Бұл қалалар Қазақстан дамуының негізгі тіректері болып табылады. Келесі тапсырма айтылған 3 мегаполисті картадан табу қажет болады. Қай аймақта орналасқанын айтады және де табиғи ерекшеліктерін сипаттау қажет.